Күннің 9 баласы 5 бөлім. Анау Сақина секілді боп көрініп тұрған немене деп сұрады бала Плутоннан. Плутон, оны жұрт Койпер белдігі деп атайды. Аспан әлемінде көлемі 100-200 километр аумақты алып жататын осындай сақиналар көп кездеседі. Олар қалай пайда болған деді бала. Ерте заманда аспанда көп деген алып планеталар болған. Уақыт өте келе олар жойылып, осы ұсақ бөлшектер пайда болған дейді аңыздарда. Ағаларыңыз секілді сіз де өте салқын екенсіз деп байқамай айтып қалды бала. Өйткені ол өте қатты тоңған еді. Жақтырмай қалған Плутон. Күн анамыздан жермен салыстырғанда 30 есе қашықтықта өмір сүріп отырсақ, салқын болмай қайтеміз деді. Бұл жерден күн ең жарық жұлдыз боп көрінетініне бала да таң қалмай тұра алмады. Бұл жерде атмосфера өте жұқа. Қыста ол қатып қалады. Ядром тастан тұрады. Оны су мен метанды мұз қаптап алған. Мен жер секілді планеталарға мүлдем ұқсамаймын. Енді бала жерге қайтуға асықты. Ол, аспанда жұлдыздар да әртүрлі екен. Бірі қызыл, бірі сары, ал бірі ақ түсті. Ал жерден қарағанда барлығы бірдей ақ боп көрінеді деді өз-өзіне. Баланың сөзін естіп қалған Нептун. Ақ жұлдыздарға Лира шоқжұлдызындағы жазды күні көрінетін Вега. Бүркіт шоқжұлдызына күзді күні көрінетін Алтайыр жатады. Сирусты қазақтар сүмбіле деп атайды. Аспандағы ең жарық жұлдыз сүмбіле. Ол қысты күні көрінеді. Қызыл жұлдыз Орион. Қазақтар оны таразы, кейде үш арқар шоқ жұлдыздары деп атайды. Қызыл жұлдызға осы шоқ жұлдыздағы Бетельгейзе жұлдызы жатады. Торпақ шоқ жұлдызындағы Альдебаран мен Бетельгейзе қыста көрінеді. Саршаян шоқ жұлдызындағы Антарес жазды күні көрінеді. Жетекші шоқ жұлдызындағы сары жұлдыз Капелла қысты күні көрінеді деді. Шоқ жұлдыз деген не деп сұрады бала. Аспанның белгілі бір шекарасының аумағын шоқ жұлдыз деп бөлген. Бүкіл аспан 88 шоқ жұлдызға бөлінген. Оларды жұлдыздарының орналасу сипатына қарап оңай табуға болады. Сонда қалай? Шоқ жұлдыздардың ең жарық жұлдыздарын жұлдыздар картасында көрсетілгендей белгілі бір пішінге ойша келтіріп қосады. Шоқ жұлдыздардағы жарық жұлдыздарды грек әріптерімен белгілеген. Кіші аю шоқ жұлдызындағы темірқазық жұлдызы альфа деп белгіленген. Оны поляр жұлдызды деп те атайды. Темірқазық менің досым деген баланың даусы жарқын шықты. Енді мен сендермен де дос болам. Ал әзірге сау болыңдар деп жерге қарай оқтай заулады. Жерге жақындай бере кілт тоқтады. Себебі күн, ай, жер қатар-қатар тұрып қалған екен. Күннің жарығы айға, содан соң жерге түсіп тұр. Ал айдан жерге қарай ұшы сүйір ұзын қара көлеңке тартылған. Ал жерден айдыкінен де зор көлеңке шексіз кеңістікке дейін созылып, көз жетпес қараңғыға сіңіп жатыр. Бала мұқият қарады. Ай бірте-бірте жерді айналып барады. Әлгі айдың жерге түсірген көлеңкесі ай айналған сайын бір қырына қарай қисайып бара жатты. Бала енді байқады. Қара көлеңкеден бөлек айдан жерге шала көлеңкеде түсіп тұр екен. Бала әрі қарай бақылай берді. Ай жерді айналып барып, жердің көлеңкесіне сіңіп кетті. Бала асығыс ұшып барып, дәл алдарына шығып алды. Сөйтсе, ай беті қып-қызыл боп кетіпті. Тілдескісі келген бала айдың түрінен қорқып бата алмады. Жарыққа шықсын деп күтіп еді. Ай тура 1 сағат 40 минутта жердің қара көлеңкесінен шықты. Бұл жерде не боп жатыр деді бала айға. Сен аралаған 9 планетаның ішіндегі ең ерекшесі жер. Мен жер серігіаймын деді. Бала жерге аман есен оралды. Ол достарынан мына әңгімелерді естіді. Тұтылу кезінде жерге
ай көлеңкесі түседі екен. Ол бірақ барлық жерге түспейді. Көлеңке ауыл үстінен өтті. 250 километр жерді қараңғы басты. Ал көрші ауылдағы апамның ауылында мұндай құбылыс байқалмапты. Қызық, қара көлеңке бірте-бірте жылжып жоқ боп кетті. Біз соған таң қалдық десе бір досы, екінші досы, ай кеп күннің бетіне тұра қалды. Бірақ ай күн бетін толық жаба алмай қалды. Айдың жан-жағынан күн сәулесі шашырап көрініп тұрды. Қалыңдық сақинасы аспанға барып ілініп қалғандай екен деді. Бала аспан әлемінен бар көрген білгенін достарына түгел баяндап берді. Сол күннен бастап олар аспан әлемін бақылауға бел буды. Аспанның ашылмаған сырын толық ашамыз деп қуанды. Әдина Әбдібайқызы. Күннің 9 баласы ертегісінің соңы.